Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 66-шы сабақты қарастырамыз. Бірлікке келтіру тәсілімен пропорционал бөлуге берілген есептерге талдау жасауды және шығаруды үйренеміз. Бірінші есепке назар аударайық. Менің әкем жүргізуші, дейді Арман. Оған қандай күн райы жағдайында және жыл мезгілінде жолға шығу қажеттігі өте маңызды. Ол жолға қанша жанармай жұмсалатынын есептей білуі қажет. Осындай есептер шығаруды үйрен. Сағатына бірдей мөлшерде жанармай жұмсай отырып, автокөлік 4 сағат ішінде 36 литр жанармай жұмсады. Дәл осындай мөлшерде жанармай жұмсайтын болса, 7 сағат жүрген кезде автокөлікке қанша литр жанармай қажет? Алдымен есептің шартын құрып алайық. 4 сағатқа 36 литр жанармай жұмсайды екен. 1 сағатта неше литр жанармай жұмсайтын тауып аламыз. Одан кейін барып, 7 сағатта неше литр жанармай жұмсайтынын табамыз. Ол үшін 36-ны 4-ке бөліп, 1 сағатта неше литр жанармай жұмсайтынын тауып аламыз. Яғни 1 сағатта 9 литр жанармай жұмсайды екен. Енді 7 сағатты табу үшін 9-ды 7-ге көбейтеміз, 63 болады. Яғни 7 сағатта 63 литр жанармай жұмсайды екен. Есімізге сақтап алайық. Пропорционал бөлуге арналған есептерді немесе оларды бірлікке келтіру үшін екі амалды орындау қажет. Олардың біріншісі бөлу. Алдымен есептің шартында бірлік ретінде не алынғанын табу қажет. Содан соң табылған бірліктің көмегімен есептің шартында берілген сұрақтың жауабы анықталады. Келесі екінші есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. Трактор жүргізушісі кішігірім трактормен 4 сағат ішінде 5000 квадрат метр жерді жыртты. Дәл осындай еңбек өнімділігімен ол 8 сағаттық жұмыс күнінде қанша квадрат метр жерді жыртады? Алдымен есептің шартын құрып алайық. Бұл жерде жұмыс белгілі трактордың 5000 квадрат метр. Яғни 4 сағат ішінде осы 5000 квадрат метр жерді жыртқан болатын. Уақыт белгілі. Табар тең 4 сағат. Алдымен өнімділікті тауып аламыз. Одан кейін 8 сағатта істеген жұмысын тауып аламыз. Ол үшін 5000 квадрат метрді 4 сағатқа бөлеміз. Жұмыс өнімділігін тауып аламыз. Яғни трактордың 1 сағаттағы жұмыс өнімділігі 1250 квадрат метр екен. Енді 8 сағатты табу үшін 1250 квадрат метрді 8 сағатқа көбейтеміз. 10.000 квадрат метр. Яғни 8 сағаттық жұмыс күнінде трактор 10.000 квадрат метр жерді жыртады екен. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Есептерді шығар дейді. Қар тазартқыш мәшине 2 сағат ішінде 7 тонна 2 центнер қар тазалады. Егер дәл сондай өнімділікпен жұмыс істейтін болса, 6 сағат, 5 сағат, 8 сағат ішінде қанша қарды тазалайды? Бұл жерде қар тазалағыш мәшиненің уақыты белгілі 2 сағат. 2 сағаттағы оның істеген жұмысы белгілі 7 тонна 2 центнер. 7 тонна 2 центнерді центнерге айландырсақ 72 центнер болады. Алдымен қар тазалағыш мәшиненің 1 сағаттағы жұмыс өнімділігін тауып аламыз. Одан кейін 6 сағаттағы жұмысты, 5 сағаттағы жұмысты және 8 сағаттағы жұмысты, яғни қанша қарды тазалайтынын табамыз. Ол үшін 72 центнерді 2 сағатқа бөліп, 1 сағатта қанша центнер қарды тазалайтынын табамыз. Яғни 1 сағатта 16 центнер қарды тазалайды екен. Енді 6 сағатты табу үшін 16 центнерді 6 сағатқа көбейтеміз. 96 центнер болады. 5 сағатты табу үшін 16 центнерді 5 сағатқа көбейтеміз. 80 центнер болады. Енді 16 центнерді 8 сағатқа көбейтіп, 8 сағатта қанша центнер қар тазалайтын тауып аламыз. Яғни 128 болады. Қар тазартқыш мәшине 6 сағатта 96 центнер, 5 сағатта 80 центнер, 8 сағатта 128 центнер қарды тазалайды екен. Енді осы үшінші есептің әсіне назар аударайық.
Егер өнімділігін сағатына 3 центнерге арттыратын болса, онда осы қар тазартқыш мәшине осы уақыт ішінде қанша қарды тазалайды? Яғни өнімділікті 16 центнерді 3 центнерге арттырса, онда 6 сағатта қанша қарды тазалайды, 5 сағатта қанша қарды тазалайды, 8 сағатта қанша қарды тазалайтын тап дейді. Яғни 16 центнерді 3 центнерге арттырсақ, 19 центнер болады. Енді 6 сағатты табу үшін 19 центнерді 6 сағатқа көбейтеміз, 114 центнер. 5 сағатты табу үшін 19 центнерді 5 сағатқа көбейтеміз, 95 центнер. 8 сағатты табу үшін 19 центнерді 8 сағатқа көбейтеміз, 152 центнер болады. Яғни қар тазалайтын машина 6 сағатта 114 центнер, 5 сағатта 95 центнер, 8 сағатта 152 центнер қарды тазалайды екен. Келесі 4-ші есепке назар аударайық. Есептерді шығар дейді. 1500 бөлшек жасап шығару керек. Бір станок бұл жұмысты 15 сағатта, ал екінші 10 сағатта орындайды. Екі станок бір уақытта бірдей жұмыс істесе, барлық бөлшекті қанша уақытта жасап шығарады? Бұл жерде жұмыс белгілі 1500 бөлшек. Бір станок бұл жұмысты 15 сағатта, екінші станок 10 сағатта орындайды екен. Екі станок бір уақытта бірдей жұмыс істесе, барлық бөлшекті қанша уақытта жасап шығарады дейді. Алдымен екі станоктың өнімділігін тауып аламыз, одан кейін бірлескен жұмыс уақытын табамыз. Ол үшін 1500 бөлшекті 15 сағатқа бөліп, бірінші станоктың өнімділігін тауып аламыз. Яғни бірінші станок сағатына 100 бөлшек жасайды екен. Енді 1500-ді 10-ға бөліп, екінші станоктың жұмыс өнімділігін тауып аламыз. Яғни екінші станок бір сағатта 150 бөлшек жасайды екен. Енді 150 бөлшекке 100 бөлшекті қосамыз. Екеуі екі станок бірігіп, бір сағатта 250 бөлшек жасайды екен. Енді 1500-ді 250-ге бөлеміз. Сонда 6 сағат. Екі станок бірлесіп жұмыс істесе бір уақытта, онда 6 сағатта жасап бітіреді екен. Енді осы 4-ші есептің әсіне назар аударайық. Кітапханадағы 18 000 кітапты қайта түптеу керек. Бір шеберхана бұл жұмысты 3 күнде, ал екіншісі 6 күнде орындайды. Егер екі шеберхана бір уақытта бірдей жұмыс істейтін болса, онда барлық кітапты қанша күнде түптеп бітеді? Бұл жерде жұмыс белгілі, кітапханада 18 000 кітапты түптеу керек. Бірінші шеберхана бұл жұмысты 3 күнде, екінші шеберхана 6 күнде орындайды екен. Алдымен екі шеберхананың жұмыс өнімділігін тауып аламыз күндегі. Одан кейін барып, бірлесіп жұмыс істесе, қанша күнде түптеп бітіретін табамыз. Ол үшін 18 000 кітапты 3-ке бөліп, бірінші шеберхананың жұмыс өнімділігін тауып аламыз. Яғни бірінші шеберхана күніне 6 000 кітап түптеп бітіреді екен. Енді 18 000-ды 6-ға бөліп, екінші шеберхананың жұмыс өнімділігін тауып аламыз. Яғни екінші шеберхана күніне 3000 кітап түптейді екен. Енді екеуінің бірлесіп бір күнде қанша кітап түптейтінін табу үшін 6000-ға 3000-ды қосамыз, 9000 болады. Яғни екі шеберхана күніне 9000 кітапты түптейді екен. Енді 18 000-ды 9000-ға бөлеміз, сонда 2 болады. Екі шеберхана бірлесіп 18 000 кітапты 2 күнде түптеп бітіреді екен. Келесі 5-ші есепке назар аударамыз. Кесте бойынша өрнек құр және жаз. Олардың мәнін тап дейді. Бірінші қосылғыш 1024 көбейту 24. Екінші қосылғыш 901 бөлу 53. Қосындының мәні 24593 болады.
Келесі бірінші қосылғыш 542 көбейту 24, екінші қосылғыш 5202 бөлу 18. Қосындының мәні 13297 болады. Келесі бірінші қосылғышымыз 56241 қосу 351, екінші қосылғыш 256 көбейту 21. Қосындының мәні 61972 болады. Келесі кестеге қарайық. Азайғыш 11 көбейту 451. Азайтқыш 52416 бөлу 52. Айырманың мәні 3953 болады. Келесі азайғыш 80012, азайтқыш 28054, азайту 987. Айырманың мәні 52945 болады. Келесі азайғыш 73650 болады, азайтқыш 850 бөлу 50 болады. Айырманың мәні 73633 болады. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Сурет бойынша есеп құрастыр және шығар. Егер сенде $5 бар болса, онда саған қанша ақша қайтарып береді? Олар қандай монеттер болуы мүмкін? 3 қарындаш $1.20 тұрады екен. Яғни $1 центке айландырсақ 100 цент. 20 центті қоссақ 120 цент. Бар $5 бар. $5 центке айландырсақ 500 цент. Сатып алынды 5 қарындаш. Қалды қанша цент? Енді есептің шешуін табайық. 120 центті 3-ке бөліп, бір қарындаш қанша цент тұратын тауып аламыз. Яғни бір қарындаш 40 цент тұрады екен. Енді 5 қарындашты табу үшін 40 центті 5-ке көбейтеміз, 200 цент. 5 қарындаш 200 цент тұрады екен. $5 бар, сол $5-дан 200 цент алсақ, 300 цент қалады. Яғни 300 центіміз $3 қалады. Оны монеталармен болуы, қандай монеталармен болуы мүмкін дейді, оны табу үшін, яғни $3 алу үшін 5 центтен 6-ын алсақ, 300 центіміз $3 болады. Келесі 7-ші есепке назар аударайық. Бос орынға берілген сандар 5-ке де 10-ға да бөлінетіндей цифрлар қой, тексер дейді. Яғни бос орындарға 0 цифрын қоямыз. Сонда бұл сандар 5-ке де 10-ға да бөлінеді. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Мұндай есептерді шығарған кезде мұқият бол. Оларды әдеттегі тәсілмен шығаруға бола ма дейді. Таңқурайдан тосап қайнату үшін 5 кг жидекке 4 кг қант қосады. 10 кг жидектен әзірленетін тосапқа қанша килограмм қант қосады? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. 5 кг жидекке 4 кг қант қосады екен. Ал 10 кг жидекке қанша килограмм қант қосады дейді. Ол үшін 10-ды 5-ке бөлеміз, 2 болады. 2-ні 4-ке көбейтеміз, 8 болады. Яғни 10 кг жидектен әзірленетін тосапқа 8 кг қант қосады екен. Келесі 9-шы есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. Арман ауланы қардан тазартуға көмектесті. 20 минут ішінде ол 1 сотық аумақты тазалады. 10 минут ішінде ол қанша квадрат метр жерді тазалады? Алдымен есептің шартын құрып алайық. Арман 20 минутта 1 сотық жердің қарын тазалайды екен. 1 сотықты квадрат метрге айландырсақ, 100 квадрат метр болады. Ал 10 минутта қанша квадрат метр жердің қарын тазалайды дейді. Ол үшін 100 квадрат метрді 20 минутқа бөліп, 1 минутта қанша квадрат метр жердің қарын тазалайтын тауып аламыз. Яғни 1 минутта 5 квадрат метр жердің қарын тазалайды екен. Енді 5 квадрат метр минутты 10 минутқа көбейтсек 50 квадрат метр. Яғни Арман 10 минут ішінде 50 квадрат метр жерді тазалайды екен. Енді осы 9-шы есептің әсіне назар аударайық. Әлия 50 килограмм қарақұмықты теңдей бөліп 10 қалтаға салды. Егер әрбір қалтаға тағы да 5 килограмм артық салатын болса, 150 килограмм қарақұмықты теңдей бөліп салу үшін қанша қалта қажет болады?
яғни 50 килограмм қарақұмық бар екен. Оны 10 қалтаға салыпты. Сонда әр қалтаға неше килограмм қарақұмықтан салған тауып аламыз. Әр қалтаға тағы да 5 килограмм артық салса, онда 150 килограмм қарақұмыққа қанша қалта қажет екенін тап дейді. Ол үшін 50-ді 10-ға бөліп, әр қалтаға қанша килограммнан қарақұмық барын тауып аламыз. Яғни әр қалтада 5 килограммнан қарақұмық бар екен. Енді 5-ті 5-ке қосып, әр қалтаны 5 килограммға артық салатын болса, әр қалтада неше килограммнан барын тауып аламыз. Сонда әр қалтада 10 килограмм қарақұмықтан бар. Енді 150-ді 10-ға бөліп, 150 килограмм қарақұмыққа қанша қалта қажет екенін табамыз. Яғни 15 болады. 150 килограмм қарақұмықты салу үшін 15 қалта қажет екен. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері, жауаптарымен сіздерге көрініп тұратын болады.